Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Ағам қобыз тартады». Тема сегодняшнего урока «Мы старший брат играет на кубызе». Балалар, бүгінгі тақырып бойынша жаңа сөздерді оқиық. Жаңа сөздер, новые слова. Күй, аудармасы балалар. Күй, мелодия. Күйші, аудармасы исполнитель Киев. Қобыз, аудармасы кобыз. Үн, аудармасы балалар звук, голос. Балалар, ендеше тағы да менімен бірге жаңа сөздерді қайталаймыз. Күй, күйші, қобыз, үн. Балалар, бүгін біз қазақтың ұлттық музыка аспаптарының бірі қобыз туралы айтатын боламыз. Ал балалар, ендеше менімен бірге қайталаймыз. Мен қобыз тартамын. Сен қобыз тартасың. Сіз қобыз тартасыз. Ол қобыз тартады. Бұл жекеше түрде балалар единственном числе, теперь во множественном числе. Енді көпше түрде айтамыз. Біз қобыз тартамыз. Сендер қобыз тартасыңдар. Сіздер қобыз тартасыздар. Олар қобыз тартады. Жарайсыңдар балалар. Ендеше тапсырмаға түсейік. Екінші тапсырма: мәтінді оқы, сұрақтарға жауап бер. Читайте текст и отвечайте на вопросы. Менің ағам бар. Ол 15 жаста. Ағамның аты Алихан. Ол музыка мектебінде оқиды. Ағам қобыз тартады. Алихан қобызда әртүрлі күй ойнайды. Ол күйші. Балалар, енді осы мәтін бойынша берілген сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: сенің ағам бар ма? У тебя есть старший брат? Я, менің ағам бар. У меня есть старший брат. Келесі сұрақ балалар: ол неше жаста? Сколько ему лет? Ол 15 жаста. Ему 15 лет. Оның аты кім? Его зовут как? Оның аты Алихан. Его зовут Алихан. Келесі сұрақ: ол қай мектепте оқиды? Алихан қай мектепте оқиды? Алихан учится в какой школе? Алихан музыка мектебінде оқиды. Он учится в музыкальной школе. Ол қандай аспапта ойнайды? Он играет на каком инструменте? Ол қобыз тартады. Он играет на кобызе. Жарайсыңдар балалар. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бердік. Келесі тапсырма: жазылым, письменно. Бұл тапсырманы балалар дәптерге орындаймыз. Үшінші тапсырма: жақша ішіндегі тиісті сөздерді қойып, сөйлемдерді көшір. Балалар, сіздерге жақша ішінде 3 сөз берілген. Тек соның дұрыс нұсқасын ғана жазамыз. Ал кеттік, бірінші сөйлем. Менің ағам, інім, қарындасым бар. Жаңағы мәтін бойынша дұрыс жауабы әрине менің ағам бар. Ол 12, 13, 15 жаста. Дұрыс жауабы ол 15 жаста. Менің, оның, сенің аты Алихан. Дұрыс жауабы оның аты Алихан. Келесі сөйлем балалар. Алихан спорт, музыка, шахмат мектебінде оқиды. Дұрыс нұсқасы: Алихан музыка мектебінде оқиды. Келесі сөйлем. Ол домбыра, қобыз, сырнай тартады. Ал біздің бүгінгі тақырыбымыз балалар әрине қобыз. Сондықтан дұрыс жауабы ол қобыз тартады.
және соңғы сөйлем Әлихан қобызда әртүрлі күй билейді, айтады, ойнайды. Дұрыс жауабы Әлихан қобызда әртүрлі күй ойнайды. Жарайсыздар балалар. Бүгінгі тақырыпты түсінді деп ойлаймын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.